Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді булочкалар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Және қант салып араластырамыз. Және де бір ас қасық ашытқы салып араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ванилин және 2 жұмыртқаны салып біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бәрін бірден салуға болмайды, ол кезде қамырымыз жақсы көтерілмей қалады. Ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Жұмсақ қамыр иледік, енді осы кезде еріген суыған сары майымызды құйып, қалған ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп дайындап болдық, енді бетін ауа өтпейтіндей жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз 1 сағаттай тұрып, өте әдемі болып көтерілді. Енді тағы да бір илеп, бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. Сол кезде булочкаларымыз жақсы көтерілетін болады. Қамырымыз тағы да 10 минуттай тұрып демалды. Енді оны жұқа емес, орташа қалыңдықта 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Мен салмасына мак және қантты қолдандым. Сіздер корица немесе мейіз салсаңыздар да болады. Қамырымызды міндетті түрде 4 бұрышты етіп жаю қажет. Ортасына осы салмамызды салып шығамыз. Саусақпен өлшеп 2 бөлікке бөлемін. Көріп тұрғандарыңыздай осылай бірін үстіне бірін қойып бүктеп аламын. Жан-жағын жабыстырып аламыз және үстінен тағы да оқтаумен бір жүріп өтеміз. Арасы бір-біріне жабысу қажет. Үш сантиметр болатындай бөліктерге бөліп аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Енді осылай көріп тұрғандарыңыздай орап, 2 жағын жабыстырып шығамын.
Булочкаларымыз дайын болды. Енді бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде біздің булочкаларымыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің жұмсақ өте дәмді булочкаларымыз дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.